Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі дебат ойымыздың тарағы компьютерде отырған бала кітап оқыған баланы басқара алады деп алып отырмыз. Құрметті спикерлер, ең алдымен ойынды бастамас бұрын өз позицияларыңызды таңдап алсаңыздар. Рахмет, сіздерге дайындыққа 10-15 минут берді. Мен үкімет фракциясының спикер боламын, аты-жөнім Өмірқан Бекзат. Бүгінгі бізге берілген қарар компьютерде отырған бала кітап оқыған баланы басқара алады деп есептейді. Алдымен талдау жасайтын болсақ, бала дегеніміз кім? 16 жасқа дейінгі, 18 жасқа дейінгі әлі толық тұлға ретінде қалыптаспаған қоғам мүшелері. Компьютерде отырған бала дегеніміз кім? Компьютерлер ойындар ойнайтын, компьютердің ойындардың құлағында ойнайтын, қазіргі сөзбен айтқанда геймер балалар. Кітап оқыған бала дегеніміз кітап оқығанды жаны сүйетін, бос уақытының барлығын кітапқа арнаған, кітаптан бас алмайтын, былайша айтқанда қазіргі тілмен айтқанда ботаник деп алсақ болады. Басқару бұл бастық, бұл басшылық ету, яғни адамның өзіндегі лидерский качестволары десек болады. Ал статистика келтіретін болсақ, статистика қазіргі таңда біздің Қазақстанда алатын болсақ, Қазақстан мемлекетінде 6.162.000 бала саны бар. Оның 48,6% қыз, 54,4% ұл болып саналады. Компьютерде отырған бала әр ойынды ойнау барысында өзіне жаңа әлем алып, ойлау қабілеттілігін арттырып дамиды. Неге компьютерде отырған бала кітап оқыған баланы басқара алады? Неге? Өйткені бірінші болашақ өмірге дайындық. Яғни компьютерде отырған бала әр сатыда тәжірибе жинай алады. Ол тәжірибені қалай жинайды? Яғни біз көптеген ойындар ойнаймыз, мысалы компьютерде отырып, ол компьютерлердің өзінің бір деңгейлері болады, уровеньдері болады. Сол уровень арқылы, мысалға, бір уровеньнен екінші уровеньға, төртінші уровеньға өткен кезде бала өзін болашаққа дайындай алады. Яғни ол жаңағы кедергілерге мән бермей өзінің дегеніне жеткізе алады. Сонымен қатар жеңіс пен жеңіліске тап бола отырып, ол тәжірибе жинай алады. Яғни компьютерде отырған бала жеңіске де дайын болады. Ал екінші аргументіміз бізде командамен жұмыс. Яғни компьютер ойнаған кезде бізде не только өз жалғыз ойнайтын ойындар емес, командамен жұмыс атқарылады. Яғни компьютерлік ойындар командамен ойналатын және өзің жалғыз ойнайтын ойындар бар функциялар болып бөлінеді. Яғни біз командалық ойын ойнай отырып, команданы басқара алады. Яғни мына жақтан уже түсінікті болады, компьютерде отырған бала кітап оқыған баланы басқара алады. Неге? Өйткені кітап өз әлемінде жекемен өзі кітабын оқып, қиялдап, өзіне ұнайтын кітабын оқып, өзімен өзі жалғыз оқиды. Ал командамен жұмыс балада болатын болса, яғни ол басқаларды басқара алады. Оларда лидерский качестволар бар деген сөз. Яғни, ал жалғыз ойнайтын балалар арқылы өз бетімен жұмыс жасауды үйренесің. Ол былайша айтқанда жауапкершілікті алады. Ал екінші бізде EQ. EQ дегеніміз эмоционалды интеллект деп айтсақ болады. Неге? Өйткені ол өз-өзімен басқара алады. Жан-жақтағы адамдар түсіне біледі, яғни өз эмоцияларымен дос бола алады. Және үйлесімді әрекет ету үшін өзінің және басқалардың эмоцияларының тәжірибесін түсіне алады. Эмоцияларымен дос бола отыра өздерінің мақсатына жете алады. Яғни компьютерде отырған бала эмоциямен ойнайды десек те болады. Яғни эмоциясымен дұрыс жұмыс жасап, ол басқаларды басқара алады, өзінің дегеніне қол жеткізе алады. Осы арқылы өз дегеніне жетіп басқа адамды басқара алады. Яғни компьютерде біздің түйетініміз, компьютерде отырған бала толыққанды қабілеті бар басқа баланы, кітап оқыған баланы басқаруға. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, мен оппозиция спикері Мұхамеджан Каримова боламын. Алдымен сөзімнің басын өзімнің қарсылықтарымен бастайтын болсам, ең алдымен қарсылас командадағы спикер өзінің ойын айтып өткен кезде мынандай сөздерді құлағым шалып қалды. Яғни, оның ойынша компьютерде отырған бала өзінің толық қабілеті бар деп есептейді және командамен жұмыс жақсы атқарады дейді. Алайда мәліметтерге сүйенетін болсақ, компьютерде отырған бала көбінесе агрессивті түрде келеді және де шындық өмірге үйренісе алмайды. Неге? Себебі ең біріншіден бала егер де өзі айтып өткенде этаппен ойнайтын болса, бір этаптан құлап қалатын болса, ол қайтадан айналдыр сол ойынды, сол деңгейді өте алады. Алайда шын өмірде ондай мүмкіндік болмайды. Яғни бір мүмкіндіктен түстің бе командамен жұмыс барысында, сен уже ол мүмкіндікті қайтара алмайсың. Яғни бұл дегеніміз ойынға немесе компьютердің ішіне кіріп кетудің басты себебі болып табылады. Екіншіден,
тек қана ойымен шектеліп қалатын бала деп есептеймін. Сонымен қатар оның денсаулығына да әсер етеді, яғни оны қазір өзімнің кейсімде толық айтып түсіндіретін боламын. Ендігі кезекте өзімнің кейсімді құратын болсам, ең алдымен дефинициядан бастайын. Кітап оқыған бала бос уақытында кітап оқи отырып перспективті болашақ құрушысы болып табылады. Ал бала дегеніміз 16 жасқа дейінгі қоғамда толық қалыптасып үлгермеген жас өспірім болып табылады. Ал басқару дегеніміз басшылық ету, лидерлік қасиеттер деп есептеймін. Жалпы өзімнің аргументтерімді ұсынатын болсам, бірінші аргумент мінез. Яғни кітап оқыған баланың мінезі сабырлы, ойын толық жеткізе алатын, розовый очкисіз өмір сүретін, яғни геймер балалар деген жаңағы айтып өткенде бір этаптан құлап қалғаннан кейін олар өздерін қабылдай алмай, агрессияға тез беріліп, осының әсерін өз денсаулықтарына әсер етіп жатады. Осының арқасында бізде екінші аргументіміз пайда болады. Яғни мінезден өткеннен кейін денсаулық келетін болсақ, жалпы әлемде лудомания деген ауру бар. Лудомания дегеніміз қазіргі таңда көбінесе Америка жақтарда бізге де жетіп жатқан 21 ғасырдың таралған ауру болып саналады. Себебі лудомания дегеніміз жаңағы компьютерге, гаджеттерге көп кіріп кеткен балалардың денсаулығына, ішкі құрылыстарына әсер етіп, осының кесірінен 2021 жылы статистикаға сүйенетін болсақ, 371 мың адам жаңағы ауруға шалдыққан екен. Келесі, жалпы өзімнің кейсімді ары қаратай толықтырып, фундаментін құйып, кірпіштерін қалай беретін болсам, біріншіден кітап оқыған балада күшейтілген ми болады, екіншіден оқыған бала өзінің эмпатиясын арттырады, үшіншіден оқу стрессті азайтады, яғни ойынан бала ойнаған бала бірден жаңағы өзінің мінезін жеңе алмайды, стрессін жеңе алмайды, ақыр соңында денсаулығына кінәрат табылады. Осылай ол деген өзін жаңағы құрдымға алып келеді де, ал керісінше кітап оқыған бала жаңағы миы арқылы дамып, жаңағы жан-жақты дами отырып, кітапта неше түрлі жанрлар болады, бизнесмендердің, перспективті болашақ қалаушылардың да кітаптарын оқи отырып, өзін көптеген дағдылар жақтан дамыта алады деп ойлаймын. Ал енді кристаллизацияға келетін болсақ, жалпы өзімнің толық жасап өтейін. Ең алдымен ойыншылар арасында жасап өтетін болсам, яғни мен өз көргендеріңізде өзімнің кейсімде үш аргументімді толық келтіріп, оларға параргументтер келтіріп, дәлелдермен, статистикалармен қалап өттім. Сонымен қатар қарсылас спикердің мысалға аргументтерін, кейстерін ұшақ деп есептесек, оның екі қанатын мен біреуін сындырып, яғни оның жеңіске алып келді деп есептеймін. Сонымен қатар идеологиялыққа келетін болсақ, идеологиялық сараптама мен толық жасай алдым деп ойлаймын. Яғни мен жеңіске біртабан жақын тұрмын, себебі өзімнің жаңағы айтып өткендей мінез жағынан сабырлы, ойын ашық жеткізе алатын кітап оқыған баланың, сонымен қатар денсаулығы жағынан кінәрат аса қатты салыстырмалы түрде болмайтын айтып өткен болатынмын. Менің ойымша жеңіске мен жетемін деп ойлаймын. Ең алдымен өз сөзімді қарсылықпен бастайтын болсам, бағана қарсы тарап агрессивті өмірге үйренісе алмайды, яғни бала агрессивті болады, өмірдің қиыншылығына үйренісе алмайды, жаңағы бір өлеңді қайталап ойнай бергендіктен одан мүмкіндік беріледі деп айтады. Ал кітапта ондай мүмкіндік бар ма? Сұрақ. Ол кітап деген ол сен парақтап отырып оқитын нәрсе. Ол мәліметті біз компьютерден де ала аламыз. Ол кітапта бар нәрсе компьютерде де бар. Бірақ кітапта ондай жаңағы қабілет болмағандықтан, яғни бала ол мысалға бала кітапты қайта оқи беруіне кім кепіл деген. Сосын бізге айтқан қарсылар айтқан болады, розовый очкисіз өмір сүреді кітап оқыған бала деп. Бірақ та сый тұрғыдан ойлайтын болсам, керісінше кітап оқыған балада розовый очки қалыптасқан. Неге? Өйткені кітап оқыған бала қиялға көп берілетін болады. Яғни кітапты қатырмен оқыған, кітаптың сөздерімен, кітаптың тілімен, кітаптың ойымен, кітапта не жазылады, сол туралы ойлайды деген секілді. Ал компьютерде отырған бала ол қабілетті болады. Яғни ол кітап оқымаса да жаңағы ойын арқылы, ойын немесе басқа да жаңағы функциялар арқылы өз-өзін дамыта алады. Ол одан розовый очки деген сөз емес. Яғни ол балада, яғни жеңісте болатын болса, ол қалай розовый очкимен жүреді деген сұрақ. Сонымен қатар
тағы бір немді келтіретін болсам, денсаулық туралы айтты, ал кітап оқыған балада денсаулық бұзылмайды дегенге кім кепіл? Гарантия жоқ оған. Мысалға, кітап оқыған бала шектен тыс оқитын болса, ол жаңағы көз жанарынан айырылуы мүмкін, көзіне зият келтіруі мүмкін. Сонымен қатар кітап оқыған бала тұйық болады. Менің осы тағы бір қарсылығым тұйықтық. Яғни жаңағы айтқанда, қарсы тарапта маған деген командамен жұмыс деген аргументіме қарсылық келтірген жоқ. Яғни айтатын болсам, тұйықтық балада болады. Неге? Өйткені кітап оқыған бала бір комнатаға жаңағы өз комфортында, зона комфортасына кіріп алып, сол кітапты оқи береді, сосын тұйық болып қалады. Адамдармен жұмыс жасай алмай қалады. Ол кітаптың ойымен ғана, кітаптың буымен ғана жүретін болады. Ал компьютерде отырған бала ол командамен жұмыс атқара алады, және де ол командамен жұмыс атқарған бала, яғни ол жаңағы кез келген адаммен тіл табысады деген сөз. Сонымен қатар бағана айтып кеткендей, енді өзімнің кристаллизацияма келетін болсам, ойыншылар арасында сараптама, ең алдымен ойыншылар арасында сараптама барлық ереже сақталды деп ойлаймын. Ал кейс бойынша сараптама болатын болса, мен дефиниция келтірдім, статус-кво, статистика, 3 аргумент, подаргумент, сонымен қатар аргументтерді келтірді. Ал қарсы тарапта мен статистиканы өте аз мөлшерде көрдім. Сонымен қатар тағы бір қарсылық білдіретін болсам, екінің бірі кітап шығарып жатыр. Яғни жаңағы қарсы тарапта айту бойынша кітаптың жаманы да болады, жақсы да болады. Ал ол бала қандай кітап оқитынына байланысты деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы да сараптама жасайтын болсақ, идеологиялық идея бойынша барлық кейс бойынша, идея бойынша жақсы жасалған деп ойлаймын. Өзім тарапым, өзім кейсім. Яғни менде 3 аргумент болған: болашақ өмірге дайындық, командамен жұмыс, AQ. Менің қарсы тараптан командамен жұмысқа және де AQ деген 2 аргументіме жаңа қарсылық білдірген жоқ, және де шағым менің құлаған жоқ. Сосын тағы айтатын нәрсе, жалпы кейс бәрі ойын керемет болды. Әділдіктің ақтығын орнату үшін келгендіктен жеңіске жетуге үкімет тарапы лайық деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті спикерлер, бүгінгі ойын бойынша сіздердің жалпы қарарды толық ашты деп есептеймін. Өз позицияларыңызды толық қорғап шықтыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Ойында қарсылас болсаңыздар да, өмірде әрқашан дос болыңыздар, бір-біріңізге қарсылас болмаңыздар. Бүгінгі ойынға үлкен рахмет.